Баршаңызға сәлем, құрметті оқырман. Бүгін мен YouTube каналыма ең алғашқы видеомды жүктегелі отырмын. Видео ұнап жатса лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Келесіде одан да керемет тағамдардың рецептілерімен бөлісетін боламын. Бүгін сіздерге муравейниктің жасалу жолын көрсетемін. Өте ерекше, балалық шақтың дәмі десек те болады. Ең алдымен бір жұмыртқамызды, оның жарты бөлігін, маргарин яғни сары майымыздың барлығын салып араластырамыз. Неліктен ұнның жарты бөлігін салдың десеңіздер, ұнды барлығын салатын болсақ, бірден қатты қамыр болып иленіп қалуы мүмкін. Сондықтан аз-аздан сала отырып, бір келкі қамыр болғанға дейін араластырамыз. Алғашында қасықпен, кейіннен қолыңызбен илесеңіз болады. Керекті ингредиенттердің өлшемдерінің барлығын осы видеоның астындағы описаниеге жазып қалдырып кетемін, сол жақтан көре аласыздар. Осылай қолымызбен бір келкі қамыр болғанға дейін жақсылап илейміз. Дайын болған қамырымызды таза пакетке салып, морозильникке 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағат өткеннен кейін өзінің формасын ұстай алатындай болып шығады қамырымыз. Сол кезде 2 бөлікке бөліп, противеннің үстіне пергамент қағазын төсеп, үккіштің көмегімен қамырымызды үккіштен өткіземіз. Одан кейінгі кезекте қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Қамырдың түсі осындай қоңыр сарғыш түсті болып шығады. Тәттімізді үлкен ыдысқа салып, үстінен сгущенное молоко қосамыз. Сгущенное молоконың қалаған түрін қоссаңыздар болады, өзіңізге ұнайтын. Барлығын бір келкі етіп араластырып болғаннан кейін өзіңізге ұнайтын формаға салып, тәттімізді дайындап аламыз. Менде осындай форма. Үстінен салып жақсылап қаттырақ басасыздар, өйткені ыдысымызға тарелкаға салғаннан кейін ол шашырап кетуі мүмкін, ажырап кетуі мүмкін. Екінші формасы осындай порционный, яғни қонақтыққа қойғанға өте жақсы. Бір адамдық осындай стаканға немесе осындай шағын ыдысыңыз болса, сонымен формалап алсаңыздар болады. Осылай жасап болғаннан кейін холодильникке 1-2 сағатқа қалдырып қоясыздар. Сол кезде өзінің формасын одан ары қарай жақсы ұстайтын болады. Ал біздің муравейнигіміз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.